Шағын және орта бизнесті тексеру тоқтатылды. Мораторий күшіне енді. Елбасының ерекше назарын аудартып отырған бизнес құрылымдардың есігін енді қадағалау органдары қалаған уақытта қарай алмайды. Бұл кәсіпкерлердің тынысын кеңейтіп, өз істерін дамытуға мүмкіндік береді. Тақырыпта Алма Мұқанова толықтырады. Фортуна Талдықорған қаласындағы ең танымал кафелердің бірі. Әр келген адамға жоғары дәрежеде қызмет көрсетеді. Сондықтан келушілер санында есеп жоқ. Әрине, олардың қатарында тексерушілер де бар. Шектен тыс қадағалаулар кафе жұмысына айтарлықтай кедергі келтіреді. Жоспарлысы бар, жоспарсызы бар. Проверки на самом деле они наносят огромный ущерб. Тексерулер тек кәсіпкерлерге ғана емес, сондай-ақ мемлекетке де шығын келтіреді. Менің ойымша, олар профилактикалық жұмыста жүргізбейді, керісінше тырнағасынан кір іздейді. Жұмысымды жандандырамын, бизнесімді кеңейтемін деген кез келген кәсіпкер заңға бағынып, барлық талапты сақтайды. Сондықтан мен жарияланған мораторийді қуана құптаймын. Абсолют жарнама орталығының ашылғанына небәрі бір ай болды. Кәсіпкерлікті жаңа бастаған Қарлығаш Адамова үшін бұл мораторий ісінің алға басуына сеп болмақ. Мен ең алдымен президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымды білдіргім келеді. Кәсіпкерлерге көп қолдау көрсетіп жатыр. Жөн жосықсыз тексерістер болмайды енді. Менің мақсатым бастаған шаруамды дөңгелетіп, тыңбай еңбек етіп, ел экономикасына үлес қосу. Еліміз бойынша өткен жылы бизнес өкілдеріне 183 мыңнан аса тексеру жасалған. Оның 133 мыңы жоспарлы. Жалпы кәсіпкерлерді 18 мемлекеттік орган қадағалайды. Жарлыққа сәйкес бірнеше заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. 1 қаңтарға дейін тексеру органдар кәсіпкерлерді тексермейді. Осы уақыттың ішінде бөлінген уақытта мораторий кезінде кәсіпкерлер палата үкіметпен бірлесіп бүкіл тексерудің системасын өзгертіп, құқығы бұзылған азаматтардың арызына байланысты тексеру өткізіледі. Келер жылдың 1 қаңтарына дейінгі аралықты қамтитын шара кәсіпкерлердің кең қанат жаюына септігін тигізеді. Бұл мораторийді бизнес саласындағылар бір ауыздан қолдап отыр. Алма Мұқанова, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы.